Қазақ қызды түнге қалдырмай ұзатқан. Ұлттық дәстүр бұрмаланып жүргені рас па? Желіде журналист Элеонор Әмірдің жазбасы жарияланды. Онда журналист қазіргі таңда қыздарды алдын түн қылып ұзатуын сынға алып, қазір салт дәстүрлердің бұрмаланып кеткеніне алаңдаушылық білдірген. Бұрын қазақта қыздың алды жарық болсын деп, жігітше қалыңдықты келесі күн алып кететінде дәлелдермен жазған. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті тарих факультетінің археология, этнология және музеология кафедрасының профессоры, тарих ғылымдарының докторы Бибизия Қалшабаева бұл жоралғы туралы түсіндіріп берді. Журналист Элеонор Әмір жазбасында бұл дәстүрдің еліміздің кейбір облыстарында сақталып қалғанды айтады. Ұзату тойда қызды 12-ге дейін алып кету керек дегенді алғаш естігенде, сондай ұзатуға барғанда таңғалғаным бар. Өйткені ондайды көрмедім. Бір жақта Маңғыстауда ұзатылар қызды тойдың ертеңіне үйінен алып кететін. Көп жерлерде 12-ге дейін қызды жібереміз деп жанталып жатқан отбасыны да, асығып тұрған асабаны да. Сағат 12 болып қалды. Тездетіп тілектеріңізді беріңіздер деп айқайлап жүрген жаңа құдаларды да көрдім. Ұзату тойға барып, жаңа жыл күткенде отырамыз. Қазақта қызды алды жарық болсын деп күндіз беретін. Қазір салт дәстүрді быт-шыт қылғандар көбейді деп жазған ол. Этнографтың айтуынша, қазақ қызды ешқашан түнге қалдырмаған. Қыз ұзату дәстүріндегі қыз аттандыру дәстүрі бүгінде бұрмаланып жатқан жоқ па деген мәселеге келер болсақ, әрине, заманның, уақыттың ағымына қарай қызды ұзату өзгерістерге ұшыраған. Қазіргі қыз ұзату тойының өзі үйлену тойынан кем соқпайтынын көріп те, біліп те жүрміз. Бұрын қыз ұзатардан 3-4 күн бұрын қыздың жеңгесі әдемі киініп, қалыңдықтың сәукелесін киіп ауылдастарын, туған туыстарын тойға шақыратын. Оған дейін ұзатылғалы отырған қызды туған туысқандары танысу деп қонақ етіп, қыздан қалауын сұрап, оны береді. Негізі мұны туғандармен қоштасу деуге де болады. Бұл енді бір жағынан қыз жасауына қосқан үлес деуге болады. Кей өңірлерде, атап айтар болсақ батыста, қыз кететін күні туған туыстарын аралайды дегенде деректер бар. Негізі, туған туысқандары дәстүр бойынша арнайы ұзатулардан бірнеше күн бұрын шақырып, қонақ етіп, қыз көңілінен шығуға тырысады. Қыз ұзатуға жиналған тойшыларда күндіз балуандар күресі, ат бәйгесі, тағы да басқа ойындарды өткізсе, кешке жастар отау маңына жиналып, ойын-сауық құрып, жар-жар, сыңсу, айтыс айтып көңіл көтеретін болған дейді ол. Сондай-ақ Бибизия Қалшабаева қызды түнге қалдырмау ұрымы қандай наннан туғанын айтып берді. Қазір қазақ тойының барлығы кешке өтетіні белгілі. Ол әрине шақырылатын қонақтардың жұмыс бастылығына байланысты. Демалыс күндері той жасауға бәрінің қолы бос емес. Оның үстіне күндіз барлық шаруасын бітіріп, кешке емін-еркін демалуға орайластырылған. Қазір қызды түнгі 12-ден қалдырмай ұзату керек деп жатады. Мұның өзі дәстүрдің бұрмаланғанын көрсетеді. Бұл ұғым меніңше ертедегі қазақтың қызды түс ауа қалдырмау деген наным сенімдерінен туындауы мүмкін. Қазақ дәстүрі бойынша қызды түске дейін түс ауа қалдырмай ұзататын. Осы бір дәстүр Қазақстанның батыс өңірлерінде жақсы сақталған. Кешке қыз ұзату тойы өткенмен түнде қызды аттандырмайды. Таңертең құда, күйеу жолдаспен қайта келіп, қалыңдықтың үйінен ақ, яғни қымыз, шұбат ішіп, ақ тілек баталарын беріп, 1-2 сағаттай отырып, әкелген жөн жоралғыларын таратып, қыз аттандырар кәделерін беріп, қызды ұзатып алады дейді маман. Этнографтың айтуынша, мұндай жоралғылардың астары бар. Көп деректерде ертеде қызды таң ата күн сәулесі шапағат төгіп тұрған кезде ұзататын айтылады. Оның себебі жаңа өмірге қадам басқан жастардың өмірде жарық, сәулетті болсын деген ырымнан туған дейді ол. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.